Сәлем, тоқымашы ханымдар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мынандай хит болған балеткалардың гүлін осындай әдемі украшениясын тоқып үйренеміз. Мынандай моншақпен және мынандай пайеткамен. Бұл былай тұратын болады. Бұл пайеткамен тоқылатын тізбек тоқимыз бірінші воздушный петлялардан. Сол тізбегіміз саны 3-ке бөліну керек. Енді бісміллә деп бастаймыз. 9 воздушный петля аламын. Қыздар, менің инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшасындағы менің тоқыған жұмыстарымның суретін көре аласыздар. 19 столбик без накида тоқимын. Біреуін қалдырып, келесінен мына өрімнің мына жақ жіпке жақын тұрған қабырғасынан ғана столбик без накида тоқимын. Соңына дейін 18 столбик без накида тоқуым керек. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып және комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. 17 18 18-ші тоқыған 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу және дәл осы жерге екеу. Мына айналып, прибавка жасаймыз. Айналып, мына бетіне өтуіміз керек. Енді тіліп аламыз. Енді біз мына жерін тоқуымыз керек. Мына веерочектарын тоқуымыз керек. Накидалеп аламыз. Дәл осы жерге полу столбик тоқимыз. Накидалеп алып, жіп шығарып, үшеуін бірақ тоқимыз. Тағы да дәл осы жерге столбик с одним накидом тоқимыз. Бір накидпен. Накидалеп аламыз. Келесіне жаңа жарты қабырғаларға да соның жарты қабырға. Келесіне столбик с одним накидом біреу. Дәл сол жерге столбик, полу столбик тоқимыз. Енді келесіне соединительная петля тоқимыз. Міне. Осылай. Енді накидалеп аламыз. Келесі бір полустолбик. Және сол полустолбик тоққанымызға бір столбик с одним накидом. Келесі столбикке столбик с одним накидом және бір полустолбик. Одан кейінгі келесіне соединительная петля. Крючокты кіргізіп, жіпті тартып соединить етеміз. Бізде 2 веерочек болды. Осындай бізде 6 веерочек болу керек. Келесіге полустолбик бірінші. Столбик с одним накидом. Келесі соңғысына соединительмен бітіреміз. Міне. Сонда бізде мынандай әдемі 6 веерочектар шықты. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Енді столбигіміздің мына қатар тоқуымыз керек. Келесі петляға мына петляға соединительная петля тоқимыз. Екі қабырғасынан да өткіземіз крючокты былай. Жіпті тартып аламыз. Мынадан өткіземіз. Столбик без накидамен тоқимыз. Ол үшін бір воздушная петля. Әр столбикке осылай столбик без накида тоқып шығамыз. Осының ортасынан былай моншақтарыңызды мына варианттық сияқты моншақ қойып тігуге болады. Каждайының ортасына міне былай моншақ тоқимыз. Осымен бітеді бұл. Қалаған түстеріңізде моншақ ортасына дәл моншақ тігіп шығуларыңызға болады. Бұл бірінші варианттық. Енді екінші вариант біз мынандай пайеткамен тоқиық деп тұрмыз. Ол өзі пакетиктерде сатылады. Осындай тоқы
тоқымаға арналған, ортасынан крючок сияды. Ол үшін жаңағы біз бітірген жерімізден айналдық қой, екінші қатарына. Соединительная петля тоқыдық. Екінші мына жағына айналдық. Соединительная петля тоқып, воздушная петля көтеріп алдық. Енді әрбір петляға моншақпен бірге тоқимыз. Бірінші моншақты қойып аламыз былай. Енді моншақпен петлядан ортасынан өткізіп тоқимыз. Бір моншақ, сосын бір столбик без накида. Моншақсыз бір тізбек тоқимыз. Келесіне және бір моншақ және бір моншақ. Осылай кезек-кезек тоқимыз. Бір столбик без накида. Бір моншақ. Бір столбик без накида. Бір моншақ, бір столбик без накида. Он 8 петля болғаннан кейін бізде 9 моншақ өткізуіміз керек. Бір моншақ, бір столбик без накида тоқып отқаннан кейін бізде 9 моншақ болу керек. Бітіреміз. Енді бір воздушная петля, енді артқа айналдырамыз. Міне осымен бірінші қатарымыз бітті. Моншағымыз осылай тоқылды. 9 моншақ. Соңын біткеннен кейін бір воздушная петля, тоқып отқан гүлімізді терістен айналдырамыз. Енді бір столбик без накида тоқимыз. Енді моншақтарды арты жағынан қоямыз. Бір столбик без накида. Бір моншақ. Бір столбик без накида. Моншақты 3 қатар тоқимыз. Келесі қатарда тағы моншақ тоқимыз. Сонымен бітеді. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз. Енді 9 моншақтан кейін бір столбик без накида бар. Бір воздушная петля, моншағымызды былай айналдырамыз керісінше. Енді оңынан қойып тоқып шығамыз. Бірінші бір столбик без накида тоқимыз. Бір моншақ, бір столбик без накида тоқимыз. Бір столбик без накида осымен аяқтаймыз. Енді бір воздушная петля тоқимыз, жібімізді тартамыз. Және осылай басы үлкен инеге кіргіземіз де артқы жағынан таймыз. Осылай жібін жасырып болғаннан кейін балетканың алдыңғы жағына осылай тігеміз.
Қыздар, осымен мастер-класс бітті. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта менімен бірге болыңыздар. Неше түрлі мастер-класстар түсіріледі.